Менің абзал әкем, Асқар тауым, 8 баланың әкесі. Соның ішінде ерке өскен. Ешқашанда менің қалауыма, былай айтқанда, қарсы әңгіме айтып, жоқ қызым олай болмайды деп, мен ешқашанда шектеген емес. Себебі мен бала кезімнен мектепте жаңа көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, мектепте де жақсы оқыдым, музыка мектебіне бардым. Сондықтан менің талабымды ешқашанда шектеген емес. Және де менің әкем қарапайым еңбек адамы, теміржолшы. 8 баланы өсіріп, асырап, тәрбиелеп, 8-імізді оқытып, әрқайсымызға жаңағы тойын жасап, бәріміздің қызығымызды көріп кетті, шынын айтсақ. Себебі өзі қазақтың отбасында солай ғой, балаларды өсіресің, одан кейін оны жаңағы оқытасың, одан кейін жаңағы жеке отбасын құрып бересің, тойын жасайсың, одан кейін оның қызығын көресің. Ол өзі қазақ отбасындағы негізгі дәстүр. Өзіңнен кейін ұрпағыңды, онан кейін немереңді, одан кейін шөбереңді бағу. Менің әкем осы бақыттың бәрін көріп кетті. Әкемнің еңбегі ақталды. Бала кезімнен көргенім, әкемнің таңертең жұмысқа кетіп, кешкі 6-да үйге шаршап келетіні. Келген кезде анам тамағын жасап, дастарханын жасап, шайын қайнатып, әкең келе жатыр деп, барлығымызды жаңағы тәртіпке шақырып, барлығымыз сол кезде әкем келе жатыр деп, ерекше бір жауапкершілікпен қарайтынбыз. Ол әкені қадірлеу, қастерлеу, құрметтеу ол отбасынан басталады ғой, анамыздан басталады. Анамыз әкемізді қалай құрметтесе, балаларды да соған үйретті. Балалар біз әкеміздің көзімізді ашқаннан еңбек адамы болғанын көріп өстік. Барлық тапқан таянғаны балалар үшін, отбасы үшін. Осыларды асырау, жеткізу, аш қалдырмау, киімдері көк, тамақтары тоқ, оқитын жаңағы білімдерін, мамандығын алып, үлкен жігіт болғанын көру. Ол кез келген қазақтың, жалпы кез келген отбасының ол негізгі мақсаты. Ұрпақ өсіру. Ал енді әкеміз осы біздің балалардың жетістігін, бақытты семья болғанын көріп кетті. Менің жоғарғы атақ алғандарымды, менің жеңістерімді, менің концерттерімде залда отырып, мамам екеуі көздеріне жас алып қойып, үндемей ғана қарап отыратын. Ешқашанда мен Розаның әкесі едім, мен Рымбаева Розаның папасымын деп кеудесін соғып, бір жерде жаңағы қазіргі ата-аналар сияқты кешке дейін телевизорда, инстаграмда жаңағы өзін-өзі реклама жасаған адам емес. Ол баламның өзінің еңбегі, өзінің қызметі, өзінің жетістігі деп соған сыртымыздан қуанып отыратын. Кез келген үйдегі балаға әкем солай қарайтын. Және де ішінен қуанатын. Қатты бір тойлап, елге жар салып, мақтанып, мұндай әкемде де шешемде де жоқ болатын. Әрине барған кезде бұл Розаның папасы, Роза Рымбаеваның папасы, мамасы деп шақырған адамдар құрметтеп, құрмет көрсетіп, сыйлап отырады.